Тоқаев Назарбаев туралы бар шындықты айтты. Елде билік ауысқанда қос билік элементтері көрініп, Тоқаев оны саяси сыпайылықтың сақталмауы деп атады. Бүгін президенттің ана тілі газетіне берген көлемді сұхбаты жарияланды. Негізгі тұстарына тоқталып өтейік. Президент ашығын айту керек деп Назарбаев отставкаға кеткенімен, қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып отырған кезде саяси сыпайылықты сақтай бермейтін дейді. Мұны да айта кеткен жөн, үнемі премьер-министрді, ұлттық банктың төрағасын, министрлерді, әкімдерді шақырып алып жиналыс өткізетін дейді. Ал бұған өз азаматтарымызды былай қойғанда шетел басшылары мен сыртқы істер министрлері таңдана қарайтын дейді Тоқаев. Оның сөзінше шенеуніктер де кабинеттен кабинетке жүгіріп, кімнің тапсырмасын орындайтынын білмей дал болатын. Ол аз десеңіз, кейбір шенеуніктер елбасы институты президент билігінен жоғары тұруға тиіс деп, ақылға сыймайтын жағдайды заң жүзінде негіздемек болған. Сондай-ақ Тоқаевтың айтуынша, нағыз билік дағдарысына әкеп соқтырған екі оқиға болған. Біріншісі, Нұрсұлтан Назарбаевтың 21 жылғы қарашада өткен Астана Клаб жиынында 92 жастағы Махатхир Мұхаммадты мысалға келтіріп, өзінің Ақордаға қайтып келуі мүмкін екенін мәлімдеген. Ал екінші оқиға экс-президенттің сол жылы желтоқсан айында Санкт-Петербург қаласында өткен ТМД елдерінің саммитіне қатысуы. Ал жергілікті бір саясаттанушы оған елбасының алтын дәуірін қалпына келтіру үшін батыл шаралар қабылдау қажеттігін айтқан. Тоқаев бұл сөзінен кейін Назарбаевтың Қазақстанға сіңірген еңбегін атап өткен және онымен айына шамамен бір рет телефон арқылы сөйлесіп тұрады екен. Ал сұхбаттың толық мазмұны әшкере Телеграм арнасында сілтеме профильде.